Балалар, бүгін біз химиялық элемент атомдары қасиеттерінің периодты өзгеруін қарастырамыз. Бұл тақырып химиядағы ең негізгі әрі маңызды ұғымдардың бірі. Алдымен периодтық жүйеге назар аударайық. Периодтық жүйеде элементтер белгілі бір тәртіппен орналасқан, және бұл орналасу олардың атом құрылысына тікелей байланысты. Периодтар үлкен және кіші болып бөлінеді. Bir топта орналасқан элементтердің барлығында сыртқы электрондық деңгейіндегі электрондар саны бірдей болады. Мысалы, бір топтағы элементтердің сыртқы қабатындағы электрондар саны тең болғандықтан, олардың химиялық қасиеттері де ұқсас келеді. Сол себепті мұндай элементтер бір-біріне ұқсас қосылыстар түзеді, және реакцияларға да ұқсас түрде қатысады. Енді элементтердің қасиеттерінің өзгеру заңдылығына тоқталайық. Элементтер период бойымен солдан оңға қарай орналасқан сайын, атом ядросының заряды артады, электрондар саны көбейеді, атом радиусы кішірейеді, металдық қасиет әлсіреп, бейметалдық қасиет күшейеді. Металдардың сыртқы қабаттарында электрондар саны аз болады, сондықтан олар электрондарын беруге бейім келеді. Ал бейметалдардың сыртқы энергетикалық деңгейлері аяқталуға жақын, олар аяқ алуға жетпеген электрондарды қосып алуға бейім келеді. Олардың сутекті қосылыстарындағы валенттіліктері қанша электрон қосып алғандығымен анықталады. Сол себепті бейметалдар сутекті қосылыстарында төменгі валенттіліктерін көрсетеді. Валенттілік атомның байланысқа жұмсаған дара электрондарының сандарымен анықталады. Мысалы, фосфор 3 валенті 3-ші энергетикалық деңгейде 3s3-ті ұяшық бар орбиталдардан тұрады. Сырттан энергия бергенде S деңгейшедегі бір электронды деңгейшесіне көшеді, сонда 5 дара электрон пайда болуына байланысты ол оттекті қосылыстарында 5 валентті болады, ал сутекті қосылыстарында 3 валентті болады. Жүйедегі әр периодтың бастапқы элементтерінің оксидтері негіздік оксидтер, ал оларға сәйкес гидроксидтер негіздер болып келеді. Әрі қарай элементтердің оксидтері мен гидроксидтері екіұдайлық көрсетсе, периодтың соңында орналасқан бейметалдардың оксидтері қышқылдық, ал гидроксидтері қышқылдар болады. Периодтық жүйеде 8 топ бар, олар негізгі және қосымша топшаларға бөледі. Bir топта орналасқан элементтердің валенттілік электрондарының саны бірдей болады. Негізгі топша элементтерінің валенттілік электрондары сыртқы энергетикалық деңгейде орналасады, ал топ бойымен жоғарыдан төмен қарай қозғалғанда электрондық қабаттар саны артады. Атом радиусы үлкейеді, металдық қасиет күшейеді, элементтердің химиялық белсенділігі өзгереді. Бұл өзгерістердің барлығы кездейсоқ емес. Олар атомдағы электрондардың орналасуымен және ядро зарядының артуымен түсіндіріледі. Сондықтан элементтің периодтық жүйедегі орны оның қандай қасиетке ие болатынын алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, периодтық жүйе химиялық элементтердің қасиеттерін түсінуге және салыстыруға көмектесетін ең маңызды құрал. Осы заңдылықтарды білу арқылы біз элементтердің мінез-құлқын алдын ала болжай аламыз.